Ал достар, алдыңғы видео көрген болсаңыздар, лайк, подписка, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде. Мына қорапшаның ішінде не бар, қазір ашып көреміз. Жалпы айтып кеткен болатын, бұның ішінде қазақстандық жаңадан шығып жатқан монеталар бар. Соны көрсететін боламын. Мен бұны Қазақстан ұлттық банкіндегі магазиннен сатып алдым. Интернет магазин деген бар. Сол жерден кез келген қазақстандық кіріп, тіркеліп, сол сайтқа Қазақстан ұлттық банкінің ресми сайты бар. Сол сайтқа кіріп, кез келген адам сатып ала алады. Кез келген күміс монеталар бар. Соның ішінде көптеген коллекциялық күміс монеталар бар, яғни күміс емес монеталар бар, қымбат металды монеталар бар, қымбат емес металды монеталар бар. Соған кіріп сатып алсаңыздар болады. Контрольный чек бұл. Осындай чек береді. Осындай упаковкамен жібереді қазпоштамен. Вот. Осындай упаковка де келді. Керемет. Міне, мынау бізде достар циркуляциялық монета Қазақстанның. Міне осындай монета. Қазақстанда шыққан. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына шығарылған монета бұл деген. Ашып көрсетейін. Қазақстанның айналыстағы монеталары. Так, мұнда 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20, 50, 100, 200 теңгелік монеталарды осындай буклетке салып әдемілеп салып қойған екен. Керемет ғой. Не артқы жағын тапсырыс беремін десеңіздер, жазсаңыздар болады. Өстіп қойсаңыздар болады үйлеріңізде. Книжный полкілер бар. Үйде телевизордан қасыңызға қойсаңыз болады. Ал бізде мұнда сақтардың стилі деген буклет монета. Міне осындай. Бұл жерде 100 теңгелік, номиналы 100 теңгеліктен 5 түрлі монета, коллекциялық монета. Қазақстанның теңге сарайы шығарады бұны. Әр монетаның номиналы 100 теңге, 6-да 45 грамм, металдың қоспасы никель брас, никель сильвер, 24-те 5 мм, сосын 30 мың таралымға шыққан. Қазақ тілде, орыс тілде және де ағылшынша тілде түсініктемесі бар. Мынау бізде бұғы, мынау бізде барыс. Мынау бізде маска. Мынау бізде бұғы түрінде әшекей. Мынау бізде бұралған барыс. Өстіп әдемілеп қойсаңыз болады. Ал достар, ендеше YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Жақсы пікірлер қалдырып кетіңіздер. Тапсырыс берем дейтін болсаңыздар, керек десеңіздер WhatsApp номерін қалдырамын. Егер кімге керек болса хабарласыңыздар.